Ұстазым осы өлеңді жиі айтады. Оян қазақ, тұр ұйқыдан, көтер басты, өткізбей өміріңді бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, халық қарам боп, енді жату жарамасты. Найзамен түртсеңді жатырсың қазақ оянбай, мұндай ұйқыны бердім бізге оялай. Енді ұстазым әрдайым айтатын: оя қазақ, 4-5-те бәрін ұйықтаватсыңдар, қалың ұйқыда ұйықтаватсыңдар, қараңғылықта. Сонда әкесі сұрайтын: таңертең кім, қанша адам көбірек, қанша тірі адам ба, өлі адам ба? Өлі адам, өйткені бәрі ұйықтаватыр. Сонда бір адамды оятсам дейді, сонда мен өзімді бақытты деп өзімді санаймын дейді. Бір адамды оятсам дейді. Қалай, енді 150 жыл өтті ғой. Міржақып Дулатовтың сөздері ғой. Тым болмаса жақсы сөз, өлеңін қалтырған ғой. Қандай сөздері терең, сол кісінің қандай дана кісілер болған. Сол Алашорда, қандай сөздердің тереңдігі, ойдың тереңдігі, қаншама ұлы адамдар болған ғой. Абай Құнанбаев, қалай айтады, есіме келмей тұр.